сөз орталығына қош келдіңіздер. Бүгін сіздер үшін арнайы ұйымдастырылған поэзия кеші. Жалпы мына биыл өте маңызды жыл. Әлия Молдағұлованың 100 жылдығы мерейтойы, сонымен қатар ұлы жеңістің 80 жылдығы. Ұлы жеңістің 80 жылдығына Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына арналған бейбіт күннің бағасы ұлы жеңісте атты кітап көрмемізді тамашалауға шақырамын. Біздің кітап көрмемізде неше түрлі кітаптар қамтылған, оның бірі осы Әлияның 80 жылдығына арнап шығарылған кітабы Атамұра баспасынан. Kүйün geçken Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқ шер мұң, кеше сенің келбетіңді арман қып, бодаңнан босаңдап бас келдім. Тоңгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерім бермеді, жаным қиып туған жерім елім деп амал қанша көпшілігі келмеді. Сағынышымды қанат қапсаған қарай, балапандай талбыз ұшамын. Қарап дала тұр, көз жасым сүртіп жана бір, хабарсыз ұлын сұрауға, жолынды тосып ана жүр. Түндердің енді серпі қанатын, күн келді демді еркін алатын, келеді қайтып, өлегін айтып, соғыстан тапқан дерті бар ақын. Сатып жатса алмайсың ба өзің ақ? Келеймін ғой мен бейшара, келеймін, ұйқы қысып зор отырмын бозырап. Сен айтқандай азиаттың, сен аспаннан жұлдыз тақтың, мен далада түйе бақтым. Кейде ұсар, тағдырыңа нала боп, көкірегінде маздап ұйытқып жанады от. Тым құрыса Құдай-ай, алданыш қып, отыратын баласы жоқ. Ерікті ет ауаны құсынша ұшып, ер жеттім, кеңшіліктің сүтін ішіп. Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық арасын қоныс қылдым ірге жайық. Ұрпағым бір аңғыл тегілсіреді, шежірене ол өлең болып кіреді. Менде өнер, сенде өмір сүреді, менің елім, жыр ел. Жасқанбаған, жауынан жарақты ер, ерлігіңді аңыз ғып таратты ел, қаһармандық дегенді кейін ұрпақ, жүздер мүсіндердің қарап білері. Жастар орталығының ұйымдастыруымен «Әнім сенсің, жырым сенсің, туған ел» атты жеңістің 80 жылдығына, Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына арналған керемет поэзия кеші өтті. Арнайылап қонақ ретінде шақырғандарыңызға көп рахмет. Поэзия кеші өте әсерлі, қызықты, өте жоғары деңгейде өтті. Өлең оқыдық, өлең жаздық, сыйлықтар алдық. Алдағы уақытта тек осындай керемет шаралардың өтуіне тілектеспіз және атсалысамыз бұйырса. Көп рахмет. Бүгін жастар орталығының ұйымдастыруымен өткен «Әнім сенсің, жырым сенсің, туған жер» атты поэзия жыр кешіне келіп отырмыз. Бұл жыр кешінде осы өткен оқиғалардың, батырлықтың, ерліктің белесі болатын керемет жырлар оқылып, жырлар айтылды. Және де біз осы кештен керемет әсер алып отырмыз. Ұйымдастырушыларға көп рахмет.